Табысты адам емес, құнды адам болуға тырысыңыз. Жұмыста осы 3 қателікті жасама. Біріншісі, ешқашан әріптестеріңді досым деп ойлама. Сенде қиындықтар болғанда бірден сатып кетеді. Екіншіден, ешқашан жеке өміріңді әріптестеріңе айтпа. Өз жоспарларың, жетістіктерің туралы оларға айтпа. Ақымақтар ғана сырын жайып салады. Үшіншіден, басшылықты ешкіммен талқыға салма, өз ішіңде сақта. Әріптестеріңмен бөлісетін затың өзіңе қарсы қолданылуы мүмкін, және қолданылады да. Бай болып өмір сүру үшін біз қателесеміз деген қорқынышты жоғалтуымыз керек. Егер сіз әрқашан жасағанды жасасаңыз, онда сіз әрқашан қол жеткізген нәрсеге қол жеткізесіз. Егер сіз өзіңіздің уақытыңызды бағаламасаңыз, басқалар да бағаламайды. Уақытыңыз бен талантыңызды беруді тоқтатыңыз. Білгеніңізді бағалаңыз және ол үшін ақы ала бастаңыз. Әлемді өзгерте аламын деп санайтындар оны шынымен өзгерте алады. Арманға қол жеткізе алмайтын жалғыз нәрсе бар. Ол сәтсіздік қорқынышы. Ертең кім болатының бүгін кім екеніңнен басталады. Жастар не істейтіндерін, қарттар не істегендерін айтады, және не істегілері келетіндерді ақымақтыққа жібереді. Сіз ережелерді сақтау арқылы жүруді үйренбейсіз, сіз қайталау арқылы үйренесіз. Үнемі жетістікке ұмтылу орнына өміріңізді мәнді етуге тырысыңыз. Өмір сүрудің 2 тәсілі ғана бар. Біріншісі, ешқандай ғажайыпқа сенбеу. Екіншісі, өмірде барлығы ғажайыпқа құралған. Өмір велосипед айдау тәрізді. Тепе-теңдік сақтау үшін үнемі қозғалыста болуың керек. Оқып үйренгеніміздің барлығын ұмытып қалған кезде есімізде не қалса, сол ғана алған біліміміз болып есептеледі. Ең сорақы ақымақтық бір нәрсені қайталай отыра басқа нәтиже күту. Адам құндылығы неге қабілетті екенінде емес, не бере алатынында. Табысты адам емес, бағалы жан болуға тырысыңыз. Сен барлық затқа қол жеткізе аласың, егер ол саған шынымен қажет болса. Күндердің ең ысырабы күлкісіз өткен бір күн. Біздің ішкі жетістігіміз сыртқы шындықты өзгертеді. Қараңғыдан қорқатын баланы оңай кешіре аламыз. Өмірдің нағыз қасіреті адамдардың жарықтан қорқуы. Әр нәрсенің сұлулығы бар, бірақ бәрі бірдей көре алмайды. Біреудің өмір қиын деп күрсінгенін естігенде, мен үнемі немен салыстырғанда деп сұраймын. Белгілі бір нәрселер сіздің көзіңізді аулайды, бірақ тек жүректі баурайтын нәрселерге ұмтылыңыз. Ақшаңызды 2 есе көбейтудің ең жылдам тәсілі оны бүктеп қалтаңызға салу.
Өзіңізді көтергің келсе, басқа біреуді көтер. Нағыз бай адам қолы бос кезде балалары оның қолына жүгіретін адам. Өз армандарыңызды құрыңыз, әйтпесе сізді біреу өз армандарын құруға жалдайды. Адамның ақыл ойы не ойлап, оған сене алса, оған қол жеткізе алады. Өзіңді ұстау үшін басыңызды қолданыңыз, өзгелермен жұмыс істеу үшін жүрегіңді пайдалан. Ертең өлетін сияқты өмір сүр, мәңгілік өмір сүретіндей үйрен. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Арзан әңгімеге құмар адам қымбат уақытын жоғалтады. Бір күн түсіндіргенге қарағанда, бір сағат жұмыс көп үйретеді. Өзің түзел, сонан соң өзгені түзе. Сені сыйламаған адамнан теріс айнал. Жұрт сенен не алса, соны ал, артық алма. Сенің үйіңе келмейтін адамдардың үйіне бара берме. Өзіңді өзге туралы өсек айтып, алдыртқатпа. Сөйлеместен бұрын жақсылап ойланып ал. Адамдар әдетте сені аузынан шыққан сөзге қарап бағалайды. Уақыттың қадірін біл. Көп бер, аз ал. Жақсы киін, түр-тұрпатыңа қарап жүр. Жұрт киіміңе қарап қарсы алатынын, ақылыңа қарап шығарып салатынын ұмытпа. Табысты бол, мақсатыңнан көз жазба. Сыйламайтын, бағаламайтын қарым-қатынастан қаш. Өзіңе ақша жұмсап үйрен, сонда жұрт та саған ақша жұмсайды. Кейде жұртқа тапшы болыңыз. Шақырмаған жерге барма, шақырған жерден қалма, бірақ уақытында қайт, көп отырып алма. Адамдарды құрметіне сай сыйла. Адамдарға екі-ақ рет телефон шал, егер сені қадір тұтса, қайта хабарласады. Жаның ауырып тұрса да күлімде, сенің жағдайыңды өзіңнен басқа ешкім түсінбейді. Адамның айтқан 1000 сөзінен гөрі жасаған бір ісі оның қандай екенін көрсетіп береді. Жақын деген достарым күн өткен сайын жай таныстарыма айналып бара жатқандай. Ештеңе мәңгілік емес, кез келген уақытта бәрі өзгеруі мүмкін. Адамның көңіліне қарап сөйлеу үлкен имандылықтың белгісі. Дүние мен ақырет батыс пен шығыс сияқты. Біріне жақындасаң, екіншісінен ұзақтайсың. Бағың өскен тілеуіңді елде тілейді, өзің де тілейсің. Бағың өскен соң өзің ғана тілейсің. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол. Егер де ісім өнсін десең, ретін тап. Жүріп келе жатып, ақырын тоқтап қалғандарға кейін ешкім есіне де алмайды. Жол қанша ұзақ болса да,
алға басуды тоқтатпа. Бір сөзге сабыр ете алмаған көп сөз естеді. Сығалап кірген қуып шығар, себебі ол көрінбей келген дерт сияқты. Алмай қоймайды. Тым жұмсақ болсаң, жұта салады. Тым қатты болсаң, шауып тастайды. Сондықтан болаттай серпінді бол. Көршіңді білмей, өзіңді түсінбейсің. Сондықтан көршімен жиі-жиі араласу керек. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікіріңізді қалдырып өтіңіз.